أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Аллах Тағала қиямет күнгі махшардағы есептің бір көрінісін береді. Қалай болады жағдай ол күні? وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ Аллах Тағала олардың барлығын махшарға жинаған күні. وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ Соттың қараңыздар қалай басталатындығы. Аллах Тағала оларды махшарға жинаған күні. Және олармен бірге олардың Алладан өзге табынған нәрселерін жинаған кезде дейді. Бірге әкеледі екен да. Сот. Қазір мына жақтан да сұрайды, мына жақтан да сұрайды. Екі тараптан да сұралады. Сот. Сосын айтады екен Аллах Тағала: «Фаяқулу аантум адлалтум ғибади хаулаи ам хум доллус сабила». Мысал ретінде Иса пайғамбармен күллі насараларды әкеледі. Иса Құдайдың баласы деп сеніп өткен. Иса Алла үштің үшіншісі деп өткен. Сондай мағат Иса пайғамбармен насараларды алып келеді. Күллісі Алланыкі. Бағана айтты ғой, көктер мен жердің билігі Алла тән. Күллі нәрсе Алланың мүлкі. Узайыр мен еврейлердің ішінде Узайырға табынғандарды алып келеді. Періштелер мен періштелерге табынғандарды алып келеді. Періштелер туралы қате түсінікте болып, періште Алланың қыздары деп түсінгендер алып келеді. Күн мен күнге табынғандар келеді. Ай мен айға табынғандар келеді. Күллі нәрсе мүсінге табынғандар келеді. Иконалар да келеді. Иконаға табынғандар келеді. Міне, бұлардың барлығы, құрметті жамағат, Алла Тағала айтып жатыр. Олардың барлығын, және олардың Алладан өзге сыйынған, табынған нәрселердің барлығын махшарға жинаған күні Алла Тағала айтады: «Сендерме менің құлдарымды адастырған мына», деп айтады екен Исаға. «Сендерме мына құлдарымды адастырған, әлде өздері жолдан адасты ма?» деп сот басталады. Сонда барлығы, жаңағы екінші тараптағылар, мысалы періште, мысалы айтайық Иса пайғамбар, Узайыр пайғамбар сияқтылар, соның барлық солар айтады дейді: «Субханака, кемшілік сипаттардан пәксің ғой Раббымыз, мінсізсің ғой, теңдесі жоқ, жалғызсың ғой. Ма кана янбағи лана ан наттахиза мин дуника мин аулия». Сен тұрғанда сенімен тең сүйетіндей нәрсені ұстау бізге тиісті емес қой, ол қасиетті Раббымыз дейді. Аллаға деген, әулие деген сөз құрметті жамағат, Алланың сүю деген нәрсе. Алланы сүйгеннен кейін Алламен қатар бір нәрсе сүйілсе, қиянат кетті деген сөз. Алла Тағаламен қатар еш нәрсе сондай бір дәрежеде сүйілмейді. Ол Алла лайықты қосған. Сәждені түсініңіз. Неге сәжде жасаймыз? Ол ұлы. Сен оны сүйесің. Күллі нәрседен артық сүйетінінің белгісі ол. Соны түсінуіміз үшін қайта намаз оқытып қойған бізге. Бір намазда көзіміз жетпесе де, келесі намазда жетер ма деп, одан кейінгісінде мүмкін жетер депті. Сонда періштелер болсын жаңа айтып отыр: «Аллах Тағала, Раббымыз, сен пәксің, сен тұрғанда басқа нәрселерді сенімен қатар сүю, ол бізге тән қасиет емес қой» дейді. Сен біздің сүйікті қамқоршымызсың, еш нәрсеге айырбастамаймыз біз сені. Бірақ бұларға қатысты айтатын сөзіміз дейді: «Валакин маттаътахум». Аллах Тағала, сен бұларды және бұлардың алдарында өткен әкелерін осы дүние тіршілігінің нығметтерінде солай қамтамасыз етіп, сол қызыққа бөледің. Сол жақсылығыңа бөленіп, хаттана сөз зикро, сені ұмытып кетті дейді бұлар. Қарасы, сені ұмытып кетті дейді.
Не ұмыттырды? Дүние ұмыттырады екен Алла тағаланың құрметті жамағаты. Қиямет сағаты деген нәрсе, ертең Аллаға қайтасың ғой деген нәрсе тұрмаса, дүние ұмыттырады екен адамды. Алла тағала адамды дүниеден ажырап қал деп тұрған жоқ қой. Сен қиямет сағатына сен Раббыңның алдына қайтып баратындығыңды ойлап жүр. Сонда сені на дүние алдай алмайды. Сонда на дүние сенің жүрегіңе Алланың орнына кіре алмайды. Жүректегі ең жоғары, жүрегіңіздің соғатын, ең соғатын жаңа әуелгі тақырыбы, жүрек соғып тұрған кезде, бұл енді қаншалаған істер үшін соғып тұр ғой сіз үшін. Бірақ ең әуелі бұл Алла деген Раббыңыз үшін соғу керек та бұл жүрегіңізде. Сол кезде ақырет деген нәрсе жүрегіңізде бекем тұрса, бұл дүние сізді алдай алмайды, алаңдата алмайды және салиқалы істерден. Алайда Раббымыз сен оларды да әкелерін де, қарас, алдыңғы бүгінді қоса айтып жатыр. Оларды да әкелерін де сен осы дүниеде пайдаландырдың. Соншалықты бұларға жақсылығыңды төге бердің. Бұлар сені де, ақыретті де, қиямет сағатында бәрін ұмытып кетті дейді. Ваққану қауман бура. Сөйтіп бұлар міне енді махшарға құрған адамдар болып кеп тұр дейді. Қарас, құрған адамдар. Ойлаңызшы. Ешқандай үміт жоқ. Сондықтан құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, жаңағы жаһаннамнан кейін кеп тұрғаны мына аяттардың үтәби жаһаннама. Қиямет күні жаһаннам әпкелінген кезде туғраду кааннаха сарабун дейді. Ол алыстан сағым ретінде көріледі дейді, ең бірінші сағым. Махшарда шөл дейді ғой адамдар. Қатты шөл басады. Сонда анау тозақты сағым қылып әкеледі екен алыстан. Алыста бір көлікпен кетіп бара жатқанда көреміз ғой. Күннің ыстығында су сияқты болып жатады ғой. Барсам жоқ. Сол сағым деген нәрсені өздеріңізге таныс қой. Сол жаһаннам да сондай сағым сияқты болып келеді дейді. Сонда юдейлерді шақырған кезде юдейлерге айтады дейді, кімге табындыңдар сендер деп. Юдейлер айтады, біз Узайырға табындық деп. Өтірік айттыңдар дейді. Өтірік айттыңдар. Не қалайсыңдар енді деген. Шөлдеп тұрмыз Раббымыз деп айтады дейді. Әне тұр ғой су деп айтылады дейді. Содан жаңағы сағымға қарай ұмтылғанда тозақтың ішіне құлайды дейді бәрі. Сондай нәрсемен, сондай құбылыстар болады. Алла тағаланың қалаған неше түрлі осындай жолдары бар қияметте. Әртүрлі жағдайлар, оқиғалар, қорқынышты оқиғалар бар неше түрлі. Соның барлығынан тек қиямет сағатына сену, Аллаға серік қоспау деген ұғымдар, Алланың айтқанымен жүру деген нәрсе ғана құтқарады да бізді. Содан кейін жаңағы жаһаннам әпкелінгеннен кейін Алла тағаланың бұйрығымен фаюнади мунадин, бір айқайлап дауыстаушы дауыстайды дейді. Алланың әмірімен фаяқулу сөйтіп айтады дейді. Литатбаға күллі умматин мәкәнәт тағбуду. Күллі үмбет. Күллі үмбет, күллі буын өзінің сыйынған нәрсесіне қарай барсын деп айтады дейді. Қарас. Өте әділетті жасап отыр Алла тағала. Ешқандай проблема жоқ. Ешқандай жерде өтірік жасайтын, зұлымдық жасау деген нәрсе жоқ. Әрбір үмбет өзінің табынған нәрсесіне қарай барсын дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жалғастырады. Фаятбағу мән кана яғбуду шәмсә. Кімде-кім осы дүниеде күнге табынып өтсе, солар күннің артынан кетеді дейді. Күнді де келеді Алла тағала. Күнді келеді, күнге табынғандар күнмен бірге. Мән кана яғбудул қамара әл-қамара. Кімде-кім айға табынса, аймен бірге ілестіріледі. Әрқайсының өзінің жанасқан нәрсесіне қарай, өзінің табынған, сыйынған нәрсесіне қарай байлап қояды екен де. Фаюмассалу лисохиби тасауири тасауируху. Кімде-кім иконаларға табынған болса, иконадағы суреттерінің бәрінің образы, бейнесі алдына келінеді да. Қарас. Соған қарай еледі дейді бәрі. Кетіп бара жатыр. Ваюмассалу лиман кана яғбуду ғайса шайтану ғайса. Иса пайғамбарға табынған, Иса пайғамбарға
құлшылық жасап табынған адамдарға Исаның шайтанның образы келеді дейді. Әрбір адамның шайтаны бар деді қой естеріңізде. Тіпті пайғамбарымызға сізде де бар ма деген, иә менде де бар, бірақ Алла тағала оны маған бойсұндырып қойған деген. Шайтаны Ғузайр. Кімде-кім Ғузайрға сыйынып табынған болса, Ғузайрдың шайтанына бейнеленеді дейді сол жерге келіп. Яғни күллісі табынған нәрсесін сол жерде табады дейді. Сосын осы нәрсемен құрметті жамағат, әркім өзінің артында отқа табынғандарға оты әкелінеді дейді, алдына қойылып. Күллінің табынған нәрселері барлығы сол жерде болады. Мысалы, осылайша дейді, әрқайсысы өз жағына қарай жіктеліп тарқатылып жатқан кезде, мысалы, сосын анау әрқайсысы барып тозақтың ішіне қарай құлатылады ғой. Тозақтың ішіне қарай бір үмбет кетті, жаңа күнге табынғандар кетті, Исаға табынғандар Исаның жаңағы шайтанның образымен кетті барлығы. Сөйтіп әрқайсысы солай түсіп жатқан кезде күллісі оттың ішіне құлайды да, тек Аллаға ғана ғибадат қылғандар ғана қалады дейді. Көрдіңіз бе? Сонда мин бәррин ва фәжрин, тақуасы да күнәқары да. Бірақ сенімі Аллаға серік қоспайды. Бірақ нәпсісін жеңе алмай, күнәдан жеңіліп, күнәға, нәпсіге жеңіліп қала береді. Сол тақуасы да күнәқары да Аллаға ғана сыйынғандықтан, тек Алланың өзіне ғана Құдай деп мойындағандықтан солар ғана қалады. Сондай-ақ кітап иелерінен, иудейлер мен насаралардан саусағымен өстіп көрсеткен екен пайғамбарымыз. Тек осынша ғана бір көлем солардан аман қалады, қалған тозаққа кетеді деп. Міне құрметті жамағат, бүгінгі аяттар осындай қиямет сағаты деген нәрсеге деген иманымызды бір жаңағы қуаттауда. Иншалла, егер қиямет сағатына деген иманымыз бізбен әрдайым жүрегімізде серік болып жұмыс істеп тұрса, біз біреуді алдау, біреуді жаңағыдай ренжіту, біреудің затын алу, біреуге тіпті айқайлап сөйлеуден де тыйыла бастаймыз. Бізді көп жаман қылықтардан, жаман істерден тежеп тастайды бұл.